осындай комикстарды жасау үшін біз қазір ChatGPT-ге барамыз. ChatGPT арқылы жасауға болады. Бірінші біз сценарий құрдыртып аламыз, мысалы 20 наурыз мейрамына байланысты мектептегі шараға арнап 1 минуттық комикс сценарийін жаз дедім. Так, міне бізге сценарий жазып берді. Кәдімгі кейіпкерлердің сөзімен, Так, 6 панельден тұрады. Енді осыған кейіпкерлер сөзімен фотопромпт жаз дейміз. Фотопромпт жаз дейік. Так, міне қазақша сөздерімен барлығын. Бізде 6 панелі. Енді біз общий бір фото жасауға болады, немесе жеке-жеке жазғызуға болады. Бірінші промптты копировать етіп алайық. Жеке-жеке фото жасатып алуға болады, немесе общий жасауға болады, Фото жаса деп жіберейік. Кішкене күтеміз. Фотосын жасап жатыр. Бұнда енді ағылшынша түсінбесеңіздер, қазақшаға аудартып алуыңызға болады. Ұнамаған жерін кішкене түзеп. Так, міне бізге общий фото жасап берді, қараңыздар, міне. Бүгін Наурыз мерекесі қандай қызық болады екен. Қазақша сөздерін қатесіз жазды, қарап отырсаңыз, керемет. Жақсы, міне стрелканы басып, астында міне сол жақта стрелканы басып, жүктеп аласыздар. Негізінен сценарийді копировать етіп алып, жеке-жеке фотода жасауға болады. Ол үшін сіздер сценарийді копировать етіп аласыздар, потом новый чат ашасыздар. И содан кейін жеке-жеке панельдерді салып жасауға болады.